Достар, сезімді айта білу не үшін маңызды? Ең әуелі, сезімді сыртқа шығарып, оны айта білу, оның денінің саулығының кепілі. Біріншіден, адамды ішкі ауыртпалықтан арылтады. Егер сезім іште жинала берсе, ол адамда күйзеліс тууы мүмкін. Адамда мазасыздық пайда болуы мүмкін. Ал сезімін дер кезінде сыртқа шығарып айта білсе, адам жеңілдейді. Және басқалармен қарым-қатынасты жақсартуға да көмектеседі. Өйткені өзінің сезімін айта білген адам басқа адамдардың да оны дұрыс түсінуіне ықпалын тигізеді. Және сезімін айта білген адам жанжалдың, агрессияның да алдын алады. Одан қалды сезімді дұрыс жеткізе білу, дұрыс түсіне білу, дұрыс айта білу, ол оның ішкі әлемменен тығыз байланысты орнатады. Қысқасы, сезімін жеткізе білген адам, ол өзінің ішкі еркіндігі бар, шынайы өмір сүре алатын адам.